Ал қызым, бүгін біз анаң екеуміз Мұхтар Әуезовтің ұлы туындысы Абай жолы роман туралы түсіндіретін боламыз. Абай қазақ әдебиетінің ұлы классигі, оның шығармалары мәңгілік құндылыққа ие. Оның өмірі мен шығармашылығы бізге үлкен сабақтар береді. Я қызым, әкең айтқандай, Абай Құнанбайұлының даналық сөздерімен өмір сүрейік. Абай Құнанбайұлы қазақ поэзиясының ақыны, философ, ағартушы. Ол 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның шығармалары бізге адамдық, мейірімділік және білім туралы үлкен сабақтар береді. Міне, анам мен әкем айтқандай, Абай Құнанбайұлының даналық сөздерімен өмір сүруіміз керек. Ал ендеше Абай жолы романы туралы қысқаша айтып өтейін. Абай Құнанбайұлының өмірін, оның ішкі әлемін, қоғамдағы орнын, махаббат пен достық туралы ой толғауларын суреттейтін шығарма. Романда Абайдың жастық шағы, оның Әбдірахман мен Ділдәға деген махаббаты, әкесі Құнанбаймен қарым-қатынасы, ақынның өзін-өзі тану жолындағы ізденістері баяндалады. Бұл шығармада қазақ қоғамының сол кездегі өмірі, салт дәстүрлері, әлеуметтік мәселелері кеңінен көрініс табады. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға.